Шошқаның етіне жоламай жүрсек, енді шошқаның мұрнын жейтіндер де бар екен. Неше қымбат деликатес екен ол. Қазіргі сатылып жүрген мороженыйлардың ешқайсысы мороженый емес. Мен бүгін соны дәлелдеп беремін. Араларыңызда іші жүнге толы круассан жейтіндер бар ма? Мына еркектің не істегенін қараңыздар. What is this? What is this? Hey guys, we'll try this now. Пляжда өздерімен өздері жүрген тірі крабтарды барып жей салғаны не істеймін да? Мысықтың тамағын керешки сияқты дәмді деп жеп отырған әйел. Сәлем, сіздермен Диана Кю. Біртүрлі тамақтар жайлы біраз бопты видео жасамағалы. Тек бір ғана нәрсе айтайын. Жиіркеніп жүрмейін десеңіздер, бұл видеоны тамақ былай тұрсын, даже су ішіп те көрмеңіздер. Сосын мені ескертпеді демеңіздер. Біртүрлі аспаз қыз. Тиктоктан осы қыздың біртүрлі видеолары алдыларыңыздан шыққан деп ойлаймын. Или тек менде ғана ма? Ойбай, камераға түсіріп жатқан адам жанып кетпей аман ба өзі. Бұл қыз неге бұндай миға сыйымсыз ешкім жемейтін тамақ жасайды? Кім өзі ол екенін айтпай жатып, тағы бір-екі видеосын көріп шоке болыңыздаршы. Тірі шегірткелерді қинап қуырып жатқанында көріңіздер. Мынау не вообще? Бірдеңенің ішегі ма? Ол майдың ыстығына жарылып жатыр еще. Сырты ашылмаған жұмыртқаны қуырып ненің керегі? Мынанша шекі қамырдың бәрін бірден қуырған. Ой, вообще айтпай қоя сала, мынау қандай ужас деп, өзі ақ көрініп тұр. Так, енді сұрақ. Бұл тамақтардың бәрібір адам жеуге келмейтіні көрініп тұр. Онда неге сонша продуктыйды қорғылып отыр? Өйткені бұның бәрі контент, әрине ақша. Аккаунтты қаралымға ақша түсетіндей қылады да, осындай миға сыйымсыз видеолар салып ақша тауып отырады. Продукты бекерге мусорға кетіп жатса да, бәрібір. Мукбангерлерді айтып едім ғой, дұрыс па? Аузына салады да, камераға типа жеп отқандай болып, кейін қасындағы мусорный шелекке түкіріп тастайды. Бұл тура сол сияқты. Барлығы әшейін қаралым ақша үшін жасалып жатқан нәрсе. Так, что ойбай, неге бұндай нәрсе пісіреді, жейді деп таң қалып жүрмей қойыңыздар. Бұндай паразитті жемеймін мә дегендер не істейміз? Дәл қазір лайкты шпадақ деп басып жібереміз. Бастыңыздар ма? Әлі бұл паразитке оралам мен. Крокодилдің аузы. Қараңыздар да, мына қыз қой или сиырдың басын емес, именно крокодилдің аузын жеп жатыр. Жасанды интеллекттің видеосы емес, шынымен жеп жатыр. Іздеп қарасам, көбінесе Австралияда, Таиландта және Қытайда адамдар көп жейді екен крокодилдің аузын. Қазір бұл қымбат деликатес болғанымен, бірақ бұрын типа обал болмасын, крокодилдің денесін жеп, басы мен аузы да қалып кетпейсін дегеннен шыққан екен. Көбісі именно аузы тәтті ғой деп жеп жүреді. Мыналары вообще жыбырлап жатқан құртпен бірге жеп отыр. Қарап отырып жаман болып кеттіңіздер ма сіздерде? Жыбырлақтар дегенім енді өңшем тірідей жейтін нәрселерді көрсетіп шығайын. Өз-өзіне қол жұмсаған крабты бірінші рет көруім. Өзі барып қызып тұрған майға түсіп пісіп жатыр. Негізі бишара қашқысы келіп қызып тұрған майды су деп ойлап қалған шығар. Или шынымен де тез-тез өле салайыншы деді ма? Енді қараңыздар, өңшем тірі болып тұрғандарды адамдар жеп жатқандардың подборкасы. Бірінші өлтіріп алса болады ғой. Не болды сонша деймді. Let's go back.
міне атылып жатқан креветкелер. Басқа жаққа атылып түскендер не істейді өзі? Осылар теріп алып жейма или жата бере ме екен? Ал бұл құрбақаның томпақ түрі екен. TikToktан да көп жерден іздендім, именно тірі кезінде жеп жатыр бәрі. Сорпа қылып пісіріп жейтіндер де бар. Құдайға шүкір. Негізі вообще заң бойынша, биология бойынша құрбақаны жеуге болмайды. Өйткені олардың денесінде у болады екен. Бактерия анау-мынаудан бөлек. Қанша пісірсең де кетпейді ол. Сол үшін біраз адамдар құрбақа жеп болған соң қатты ауырып қалып жатады. Ал франциялықтар болса соны біліп, тек құрбақаның аяқтарын ғана жейді екен. Бәлесінен аулақ ауырып қалып жүрмейік деп ше. Ой, дайын болыңыздар, бұл морской құрт екен. Тура жылан сияқты ұзын, бірақ құрт паразит болып саналады. Адамдар оны ұстап алып тірідей тұз сеуіп, соус құйып жейді екен әйтеуір. Бұл да әжептәуір қымбат деликатестердің бірі. Меніңше қыздың қолындағы шприцте соевый соус бар. Оны құйса, ана морской құлақтарға не болып жатқанын қараңыздар. 小鲍鱼，见鲍鱼跳舞者，双击必发发发。 Иә, содан кейін тірідей жей береді. Осы біз ғана лох емеспіз ба? Етті тірідей, шикідей вообще жемейміз ғой, тек пісіріп аламыз. А то уже барлық елде жыбырлатып тұрып жей береді ғой әйтеуір. Біз бірдеңеден қалып кетіп жатқан жоқпыз ба? Так, енді мына жігіт жайлы айтайын. Көбіңізге қызық болып тұрған шығар. Неге ол пляждағы кетіп бара жатқан крабтарды жеп жатыр? Оларды песчаные крабы дейді екен. Құмның астына кіріп шығып жүріп өмір сүреді. Көбінесе кәрістер мен жапондықтар жейді екен. Бұлай сразу жей салуға негізі бұлай болады екен. Бірақ сонда да не стоит. Пляжға барсаңыздар, Диана жеуге болады деп еді деп жүрмеңіздер тағын. Просто олар таза болмауы мүмкін. Біреуінде опасный ауру болуы мүмкін. Біреуінде қауіпті бактерия, паразит болуы мүмкін дегендей. Дәмін көргілеріңіз кеп баратса, онда пісіріп жеңіздер. Біртүрлілер. Мынандай круассанды енді көруім. Чоза, ужас бұл. Прям аппетитпен бірінші шашты, кейін круассанның өзін жеп жатыр ғой. Так, бұл не өзі? Шынымен шашпа жоқ па? Менде екі вариант бар. Біріншісі, андай real or fake дейтін торттарды білетін шығарсыздар, иә? Любой затты торт-қыла береді ғой. Бұл круассандар сондай болуы мүмкін. Сонда ана қап-қара жүн жеуге болатын қамыр ма или шоколад па бірдеңе да. Ал екінші вариант сіздерге точно ұнамайды. Мына еркектің миы ауысқан болып, шынымен шаш жеп жатқан болуы да мүмкін. Конечно, это маловероятно, но бәрібірде небір адамдардың бар екенін менің видеоларымнан жақсы-ақ білесіздер ғой. Так, енді бұл әйелді өзім TikToktан нечайна тауып алдым. Мысықтардың корымдарын жегенді жақсы көреді екен. Айту бойынша дәмі тура кирешки, сухарикиге ұқсайды екен. Енді әркім өзі біледі ғой, дұрыс па? Жегіз кесе жей қойсын. Ал сіздерге айтарым, жемей тыныш жүре беріңіздерші. Иә? Шошқаның мұрны. Иә, бұл шын. Көптеген елдерде шошқаның мұрнын жейді. Бұл да, в общем, бұрын обал болмасын, бәрін жеп тастайық дегеннен шыққан. Көбінесе іздеп қарасам, қытайлықтар, кореялықтар, япониялықтар и даже Мексикада да жейді екен. Қазір шошқаның мұрны өте қымбат тұратын деликатес болып саналады. Так, көп жерлерден таба алмайсың. Дәмі тура сағыз сияқты созылып әрең жейсің деп айтып жатады жеп көргендер. Мейлі жей беріңдер, ал мен жоламай-ақ қойдым. Рахмет айналайын. Балмұздақ жайлы шындық. Сразу айтайын, барлық мороженый ондай емес. Әрине, бірақ точно большинствосы сондай. Так, скандал өзі неден басталды? Америкадағы бір еркек үйіне осындай мороженойды әкеліп, столға отырып, ашып, енді жеймін дегенде сырттан біреу шақырып қалама. В общем, 1-2 сағатқа жоқ болып кетеді ғой үйден. Кейін үйге келсе, ойбу, жаңа мороженый қалдырып едім, еріп кеткен шығар деп столға қарай жүгіріп барса, мороженый вообще ерімеген осылай тұр ғой ше столда. Сөйтіп өлә негізі ол еру керек еді ғой, бұл не сонда деп видеоға түсіріп интернетке салмай ма? Ол рекке шығып кетіп көп адам көріп, сөйтіп бәрі магазиннен мороженый алып тексеріп көрейін деп ыстық жерге қалдырса, шынымен де ана балмұздақтар ерімейді ғой. Басқалары сәл ғана жұмсап ериді, алайда почти барлығы даже пісірсе де, үстіне ыстық су ағызса да, тіпті жандырса да ерімеген ғой. Сонда олар не? Кәдімгі мороженый негізі еру керек қой, аналар не сонда? Не жеп жүрміз өзі?
түсінбедім. Іздеп қарасам, көптеген мороженыйларда шынымен де сүт, сливки деген заттарды вообще жолатпайды екен. Өңшем химикаттардың жиынтығы, былай айтсам. Сол үшін де ерімейді олар. Не істейміз? Құймалы жеп жүре береміз ғой деймін, Шыны керек, осы информациялардың барлығын іздеу маған өте қызық болды. Тағы да тамақ жайлы біраз нәрсені өзім де білдім, сіздермен де бөлістім. Видеоға лайк басайық, комментарий жазайық және каналға тіркелуді ұмытпайық. Ал сіздермен болған Диана Q. Келесі роликте кездескенше.